Кошманов Мұрат, Оңтүстік Қазақстан индустриалды-инновациялық колледжінің автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығының 3-ші курс студентімін. Мен Абылаев Атой атамыздың шөбере ұрпағымын. Менің атам Ұлы Отан соғысына қатысқан ұлы ардагер. Атам 1925 жылы наурыздың 8-ші жұлдызында Түркістан облысы Төле би ауданы Нысанбек ауылында дүниеге келген. 1932 жылы Нысанбек мектебіне оқуға барып, оны 1939 жылы бітіріп, Нысанбек колхозына жұмысшы болып істеген. 1942 жылы 21 қазан айында Ұлы Отан соғысының қатарына алынып, Түркменстанның Ашхабад қаласында 10 айлық соғысқа дайындықтан өткен. 1943 жылы 1-ші Украина майданындағы 270-ші дивизия, 669-ші рота, 3-ші взводта взвод командирі болған. Украина қаласында Киевті азат ету майданына қатысып, сол соғыста жарақаттанып, бір ай медсамбатта жатқан. Жазылған соң река Висаланы кешіп өтіп, Польшаның орталық қаласы Варшаваны азат ету майданына қатысқан. Одан соң 1944 жылы Венгрияның орталық қаласы Будапешті азат ету соғысына қатысқан. Одан соң Германияға кіріп, город Бреславта көше соғысында болған. Город Бреславты тазалап, азат еткеннен кейін 1945 жылы Чехословакияның Прага қаласына жіберілген. Прага қаласын азат етіп болғаннан кейін Австрияның Вена қаласына жіберілген. Венада 1947 жылы 1947 жылдары болып, 1948 жылы Латвияның Рига қаласына жіберілген. Рига қаласынан город Можай, город Клайпеда және город Каунасқа жіберілген. Кейін қайтадан 1950 жылы Рига қаласында болып, 1950 жылы 10 қазанда армия қатарынан туған еліне оралған. Еліне келгеннен кейін 1959 жылы Қалпамбектегі мал дәрігерлік техникумда оқып, техникумды 1966 жылы бітіріп, 1 май совхозына мал дәрігері болып қызметке орналасқан. Ол жерде 1972 жылға дейін жұмыс істеп, Горный совхозында бас мал дәрігерлік қызметінде істейді. Сол жерде 30 жыл жұмыс істеп, зейнеткерлікке шыққан. Апам Есупова Сыбана апамызға үйленген соң 5 ұл, 5 қыз тәрбиелеп өсірген. 5 ұл, 5 қызынан 27 немере, 15 шөбере көрген. Қазіргі таңда олардан әрқайсысының өзіндерінде бір отбасы бар. Мен өз атамды мақтан тұтам. Мен батырдың ұрпағымын. Ел